Ал саламатсыздар ма? Бүгін біздерде минералдың негізгі класстарына бізде осы түсіндірме сабақ болады. Жалпы минералдар дегеніміз не? Минералда табиғатта кездесетін химиялық элементтердің немесе қосылыстардың кристалдық құрылымы мен құрылымы бар заттар. Минералдың әртүрлі қасиеттері, оның ішінде химиялық құрамдары, физикалық қасиеттер мен құрылымы бойынша олар бірнеше класстарға бөлінеді. Минералдарды жүйелеу геологияның маңызды бөлігі болып табылады. Жалпы енді минералдар бізде класстарға бөлінеді. Сол енді класстарды қалай анықталады? Минералдардың класстары олардың химиялық құрамына байланысты анықталады. Әрбір классқа жататын минералдардың ұқсас химиялық құрамдары, физикалық қасиеттер және түстері болады. Минералдар жалпы 7 классқа бөлінеді. Осы слайдта көрінгендей, тотықтар, силикаттар, карбонаттар, сульфаттар, галогениттер, фосфаттар, оксидтер. Енді осылардың қысқаша тоқталып өтсек, осы 7 класстарға силикаттар ең көп таралған минералдардың классы. Құрамында кремний және оттегі элементтері бар. Бұл классқа кварц, дала шпаты, слюда, проксендер, ольвин және тағы да басқа минералдар кіреді. Силикаттардың көпшілігі жер қыртысында кездеседі және олардың қасиеттері минералогияда маңызды орын алады. Тотықтар құрамында оттегі металл элементтері бар минералдар. Олардың қатарына магнетит, гематит, хромит және тағы да басқалар жатады. Тотықтар металлургия мен өнеркәсіпте маңызды, себебі олар металдар алу үшін шикізат болып табылады. Карбонаттар дегеніміз минералдардың құрамында көмір қышқыл газының тұздары, яғни карбонат анионы болады. Мысалдар кальцит, доламит, арагонит. Карбонаттар құрылыс материалдар ретінде пайдаланады және олардың маңызды рөлі химияда да зор. Сульфаттар дегеніміз құрамында сульфат ионы бар минералдар. Мысалы гипс, барит. Сульфаттар құрылыс материалдарды дәрі-дәрмек өндірісі мен химиялық өндірістерде қолданылады. Галогениттер минералдардың құрамында галоген элементтері хлор, фтор, бром, йод бар. Мысалы галоид, флюорид, калипсит. Галогениттер көбінесе тұздарды және химиялық қосылыстарды алу үшін қолданылады. Фосфаттар құрамында фосфор мен оттегі бар минералдар. Мысалдар апатит, марказит. Фосфаттар ауыл шаруашылығында тыңайтқыштар ретінде және металлургияда қолданылатын маңызды минералдар. Осы класстарға бөлінген әр минералдардың фотосы осы слайдтарда көрсетілген. Және де оксидтер құрамында оттегі және басқа элементтер, металл немесе бейметалл бар минералдар. Мысалы бізде алмаз, карунт, магнетит. Бұл минералдар көбінесе қатты, тұрақты және жоғарғы температурада беріктігін сақтайды. Қорытынды. Жалпы минералдар негізгі класстары мен олардың маңызы. Минералдар табиғаттың ең маңызды компоненттері болып табылады және олар жер қыртысында кеңінен таралған. Минералдардың әртүрлі класстарға бөлінуі олардың химиялық құрамдары мен физикалық қасиеттеріне негізделген. Минералдардың негізгі класстарын білу геология, минералогия және өнеркәсіп салаларында минералдарды тиімді зерттеуге және қолдануға мүмкіндік береді. Минералдар әртүрлі салаларда құрылыс, металлургия, ауыл шаруашылығы және химиялық өндіріс сияқты маңызды қызметтерде пайдаланылады. Ал енді барлықтарыңызға рахмет. Қош, осымен тәмам.